Ескерткенмен жергілікті билік елеметті. Абай қаласында тұрғындар көп қабатты үйдің бірінші қабатында орналасқан автопарк ұйымының іскерлігіне жылдар бойы наразылық білдіріп, әкімдікке шағымдарын жолдаған. Шенеуніктер шара қолданатынын айтқанымен еш әрекет болмапты. Ақыры сол жерден алау тұтанып, әбігерге салды. Толығырақ келесі бейнесюжетте. 12 қазан күні кешкі уақытта Абай қаласы 3-ші шағын ауданының 10-шы үйінде түтін шығып, артынша жалын шарпыған. Тұрғындар пәтерлерін тастап далаға шыққан. Тілсіз жау санитарлық талаптар сақталмай іскерлік етіп отырған. Әрі осыған дейін даудың басы болған автотұрақтан шыққан. 12 қазан күні сағат 18:34-те Абай қаласындағы өрт туралы хабар түсті. Өрт 5 қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан гаражда орын алды. Газель автокөлігі моторының жанғыш бөліктері мен салонының және гараждағы заттардың жануы болды. Өрт сөндірушілердің арқасында жалын кешкі 7-ден 10 кеткен кезде ауыздықталды. Қаза болғандар мен жарақат алғандар жоқ. Алдын ала болжам бойынша өрт сол жерде орналасқан газель автокөлігінің қысқа тұйықталуынан болуы мүмкін. Абырой болғанда оқиға орнынан газ баллондары мен жанғыш заттардың барлығын шығарып үлгерген. Салдарынан тұрғындар жарық пен жылусыз қалды. Еске сала кетсек, осыған дейін тұрғындар автобокс қожасының іскерлігіне наразылық білдіріп, талай мәрте әкімдікке жүгінген. Подъездің іші, 2-ші этаж бәрі угарный газ, демалу қиын, есіктің бәрін жабамыз, тряпкалар төсейміз, су. Потому что кірамайсың, нетамайсың, айталмайсың, айтасың, бәрібір ол кісіге. Бұл өткен жылдың желтоқсан айында түсірілген кадрлар. Кәсіпкер бірінші қабаттағы негізгі қабырғаның бірін бұзып тастап, автобус кіріп шығатын қақпа жасақтаған. Айтуларынша, ол жерде жанармай сақталып, дәнекерлеу жұмыстары жүргізіліпті. Осыны көрген жұртшылық апаттық жағдай орын алады деп үрейлене жүрген. Сол уақытта Абай әкімдігі шара қолдануға уәде беріп, үй-жайды көлік құралдарынан босатуға ұйғарым берген. Ал кәсіпкер сол ұйғарымды орындауға келіскен. Бірақ мұның бәрі бос сөз дейді тұрғындар. Микрорайон 10-шы үйдегі орналасқан ғимараттың иесі тұрғындардың шағым бойынша жыл басында автокөліктерді шығарған болатын. Автокөліктерді шығарғаннан кейін тұрғындардан шағым түсу тоқтады. Кешегі оқиға бойынша автокөлікті ремонт жасау үшін уақытша ғана кіргіздім деді. Оны негізінен ғимарат иесі оны склад ретінде пайдаланады. Бүгінгі күні оны біз жауапкершілікке тартып, әкімшілік шара қолданамыз. Жандос Бақытұлы, Наталья Зайц, 5-ші арна.